Армысыздар ағайын. Инвестиция және даму бағдарламасы Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымын машина құрастыру зауытының тыныс тіршілігіне арнамақпыз. Алдағы 10 минут бізбен бірге болыңыздар. Семей зауытының тракторлар өндірісінің тарихы 2009 жылдан басталған. Қазагро холдингі желісі бойынша қолдау көрсетіліп, 1,13 миллиард теңге инвестицияланған. Машина жасау зауыты бүгінге дейін Беларусь тракторының 8000-шы санын шығарып үлгерген. Өндіріс алғашында тракторлардың 3 моделін құрастырса, қазіргі таңда кәсіпорын 10 трактор моделін шығаруды меңгерген. Түрлері көбейді. Ең басында 2 түрден бастадық. Беларусь 80-ден 82-ден. Оның айырмашылығы передний ведущий мост дейді ғой, содан алдыңғы мосты ол 4 ВД болады, және 2 ВД болады. Және де Беларусь 320-да 4 деген, 30-да 22, 35-22. Ол үлкен тракторлар болып келеді. Ол европалық стандарттық трактор болып шығады. Зауыттың қуаттылығы күніне 7 трактор шығаруға қауқарлы, ал максималды түрде күніне 10 трактор құрастыруға дайын. Трактор жасап шығару өндірісі 10 шақты сатыдан тұрады. Бастапқы кезең берік темірге қозғалтқыш қойылса, келесі кезеңде артқы ілмектері тағылады. Осы екінші постта бізде задний навеска деп аталады. Цилиндрлар қойылады, задний рогасы қойылады, тягалар қойылады, осы бәрі арқылы задний навескасы жиналады. Ал осы екінші пост біткеннен кейін үшінші постқа барсақ, ол бізде осы ресивер қойылады, және де маслобак деп аталады, май қоятын жерін. Осы арқылы осы екеуін жиналады үшінші постта. Бәрі де өз кезегімен. Трактордың негізгі бөлшектері алдымен құрастырылады. Айталығы радиатор мен жанармай шаны 5-ші бөлімде орнатылады. Өндіріс цехының 7-ші бөлімі сынақ алаңы. 7-ші постқа. Олғыларына май құяды, заправкасын жасайды, полностью барлығын. Соны маған келеді. Мен навесін нетем, грузға. Осы 8 килограмм. Оны тексереді Гидро қанша ұстайды, қанша ұстамайды. Содан завод етеміз. Содан май ақты ма, аққан жоқ па. Ақса соны несін устроить етеміз де, завод етіп. Келесі кезекте электр жүйелері жалғанып, тракторға кабина қойылады. Дөңгелектер орнатылады. Әрмен қара кабинадағы ішкі жұмыстар, сондай-ақ трактордың сыртқы бөлшектері тағылады. Шанақ ішіндегі сымдар байланысын қалыпқа келтіреді. Бұларды біз крылодарын, капот, ең сыртынан салынатын нәрселерін саламыз. Сеткісін саламыз. Алдыңғы фарасын, решеткасын, сосын кейін артындағы прицептер китіндерін, құрал жабдықтарын соларын саламыз. Қазақстанда ауыл шаруашылық техникаларын құрастыру өндірісін ұйымдастыруды Қазагро холдингінің еншілес компаниясы Қазагро қаржы акционерлік қоғамы өткізді. Өндіріс инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде жеңілдікті шарттармен, атап айтсақ 6% мен 8 жылға дейінгі қаржыландыру және төлемнің мерзімін 1 жылға ұзарту арқылы қаржыландырылады. Зауыттың қарыштап дамуы еліміздегі инвестициялар және даму министрлігі атқарған ілкімді істердің зор нәтижесі. Өндіріс цехында трактордың от алдыру жүйесінде қауіпсіздік шаралары аса сақталған. Завод еткенде ең бірінші кілтті бұрайсыз, бірінші положение қойыз. Бірінші положение қойғанда, мұнда сары не жанады. Соңғы ол жанғанда... Бұл ненің белгісі? Ол трактордан қыздыратын свечалары бар. Ол қыстық уақытта, минус уақытында осы завод еткенде, осы тракторға оңай завод етілу үшін. Қазір тоқсамыз, ол маргат етті. Соңмен рычагты солға қарай, ең ақырға қарай түсіреміз. Олсыз завод етілмейді, өйткені мұнда датчик тұр. Ол датчик безопасности дейді. Скоростьта тұрса, ол завод еткізген трактор алдыға жүріп кетуі мүмкін. Сол үшін адамды қақ кетпеу үшін сол безопасность деп. Соң кейін завод етілуге ол толтыруға өтілді. Заманауи қозғалтқыш қойылғандықтан жанармай аз жұмсалып, жұмыс өнімділігі артпақ. Трактор бір тәуліктің ішінде 60 гектар жерді жырта алады. Сондай-ақ тасымалдауға жеңіл, толықтай автоматтандырылған. Жаңа ғана зауыттан құрастырылып шыққан трактор тест-драйвты бірге өткізейік. Мынау тексеріс алаңы. Дәл осы жерде трактордың дөңгелектерінің дұрыс бұрылғанын, жүрісін қадағалайды.
Айта кетерлігі, бұл техниканың сапасы да жоғары. Өйткені күй талғамайтындығы және көп функционалдық мүмкіндіктерінің ауқымдылығы жағынан тракторлар ауыл шаруашылығында кеңінен қолданысқа ие. Бұл шөп шабат, пресс алып отырмыз мына жерде. Un алып отырмыз. Рулон. Бұл жеңілдетілген бұрынғыда енді кісіге шаруашылықтарға, шаруаға жеңіл. Бұрын енді қолмен, шанамен шөп тасыса, қазір күнмен тасиды. Семей автожинақтау зауыты тракторлардан басқа жүк көлігін жинақтау желісін іске қосқан. Кәсіпорын 2013 жылдан бастап 25 тоннаға дейін жүкті көтере алатын Орал автокөліктерін шығара бастады. Өндіріс барысында жүк көлігіне керекті сырттан тасымалданған бөлшектер сапа бақылауынан өтеді. Бөлшектер, машкомплекттер бізге Ресейдің Челябинсктің Мияс деген қаласынан Уралаз деген заводтан әкелінеді. Біздің жұмысымыз оларды қандай түрде келгенін сапасы жағынан бақылауларын тауып, отчет жасау. Бірінші кезеңде дөңгелектік қозғалтқыш мостқа көлік рамасы жалғанады. Одан кейін басқару жүйелері орнатылады. Көліктің негізгі құрылымдары екінші кезеңде құрастырылады. Екінші постта бізде мұнда пневматика жағынан бүкіл тежеу жүйесіне ресиверлар, полиамидный трубкалар жалғанады. Үшінші сатыда алдымен қозғалтқыш бөлшектенеді. Сұрыпталған қозғалтқыш негізгі берік темірге орнатылады. Бұдан кейін салқындату жүйесі қосылып, кабина қойылады. Жинақтау жұмыстары тежеу жүйесі мен ауа жүйесін орнатуды қамтиды. Бұдан кейін көліктің алдыңғы бөлігіне реттеу жұмыстары жүргізіледі. Мына рулевой карданды жалғайды. Алдыңғы постта жалғанған шлангылар гидравлический системаның бұрылу жүйесін. Солар жалғанады. Алдыңғы бампер жалғанады. Зауыт жұмысшылары өз саласының үздіктері. Берілген жұмысты жылдам әрі мұқият қадағалайды. Автокөлікке қоймай тұрып, моторға заготовка жасап жатыр. Тоқтарды жіберіп. Өзіме ыңғайлы болу үшін тоқтар тартып, дайындап алам өз-өзіме. Сосын анда қойған соң, мына тоқтарды кабина бір-біріне жалғаймыз. Тоқтардың генераторға қосылатын тоқтар, фильтрлар, әртүрлі фильтрларға қосылады, стартерге қосылады. Орал ауыр жүк көлігіне көбінесе әскери мекемелерден және мұнай-газ саласындағы компаниялардан сұраныс түседі. Келесі кезең көліктің сыртқы жөндеу жұмыстарына арналады. Мұнда ДЗК-сын қоямыз, артқы запас қысын, запасный колесо дейді, сол артқы доңғалағын қоямыз, запас. Соның оперенесін жинаймыз, бампер, кабинасын қоямыз, аккумуляторный жәшігін қоямыз, подножкілерін қоямыз. Осыған дейін Ресейден тасымалданатын әскери техникалар енді Қазақстанда да шығарылуда. Елімізде шығарылатын таулы батпақты жерлермен жүретін үлкен жүк көліктері Ресейде құрастырылатын автокөліктерден кем түспейді. Үш мосты, 6 дөңгелегі де айналатын, жол талғамайтын әскерилерге арналған көлік. Бүгін өздеріңіз бұл көліктің әр бөлшегі қалай орнатылатын көзбен көрдіңіздер. Жаңа ғана зауыттан шыққан көлікті бірге тексеріп көрейік. Сөз жоқ, тамаша көлік. Бір қуантатында бұндай көліктер біздің Қазақстанда құрастырылуда. Бүгінгі айтпағымыз осы. Аптайын алып келгенше аман, сау болыңыздар ағайын.